Армысыз қазақ елі, бүгін біздің қонақта Гумарбек Даукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің телекоммуникациялық инженерия кафедра меңгерушісі, PhD докторы Қадылбекқызы Эльвира. Эльвира, қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді сіздің дайындайтын мамандықтар өте маңызды, өте керек халыққа. Сол туралы не айта аласыз? Біздің мамандық бүгінгі таңда радиотехника, электроника және телекоммуникациялар деп аталады. Бұл мамандық өте күрделі, әрі болашағы зор мамандық. Көбісі түсінбей жатады, бірақ оқи келе, біле келе бұл мамандықтың өзінің ішінде қаншама қызығушылығы бар екенін білуге болады. Қазір телекоммуникация саласы дегеніміз кеңінен дамып жатыр ғой. Біздің президентіміздің өзі алдына қойған мақсаттары бар. Ел алдында айтып жүрген қазіргі ең басты мәселе бұл энергетика мен телекоммуникация саласын жақсарту, жаңарту, дамыту. Сол салаларды қазіргі таңда қолға алып жатыр. Біз сол мамандықты дайындаймыз. Жастар арасында ол танымал ма осы мамандық? Қаншалықты қызығушылық болған? Енді жастар арасында радиотехника, электроника, телекоммуникация десе көбірек түсінбейтін шығар. Но бір сөзбен былай айтатын болсақ, телекоммуникация саласы дегеніміз бүгінгі күнде жалпақ тілмен айтқанда ұялы байланыс. Қазіргі өзіміздің сөйлесіп жүрген телефондарымыз, ғарыштық байланыс, жәнегі ақылды үйлер. Бүгінгі таңда сол телекоммуникация саласы дегеніміз оптикалық байланыс, бүкіл ақпаратты беру, осының барлығы телекоммуникация құралдары арқылы жүзеге асырылады. Біз шетелдік тәжірибелерді қолданамыз. Бірақ жергілікті технологиялық мәдениет жеткілікті ме? Соған біз сәйкеспіз бе? Телекоммуникация саласы бойынша егер де қарайтын болсақ, шетелдік компанияларға бәсекелеске тұра алатын бізде компанияларда, операторларда жеткілікті. Бүгінгі таңда IT, телекоммуникация саласы бойынша біз арттағы мемлекеттердің қатарында жатырмыз деп айта алмаймын. Қазір дамып жатырмыз. Оған үлес қосып жатқан мамандар да өте көп. Мысалы, ең үлкен басты жауапкершілігі мол компаниялардың бірі ол Қазақтелекомда оператор. Сол Қазақтелеком компаниясының өзі бүгінгі таңда өте қарқынды жұмыс жасауда. Оған қоса басқа да кішігірім компаниялар өсіп келе жатыр. Өздерінің құрал жабдықтарын шығарып жатқан. Әдетте, мысалы, біз қараймыз тек қана қызметтерді ұсыну бойынша. Ол қызметтерді ұсынудан бұрын бізде құрылғыларды дайындау, ол да мәселе үлкен. Сол мәселелерді көтеруіміз керек деп ойлаймын. Біздің елімізде кеңес заманында бәрі дұрыс болған. Ал егемендік алғаннан кейін біраз басқа ұлттар кетіп қалды ғой. Біраз ірі заводтар жабылды. Сонда сіз энергетика университетте жұмыс істеп отырсыз. Энергетика саласында да біраз мамандар кетіп қалды. Сонда кадр тапшылығы білініп тұр. Сонда осы мәселені қалай шешіп жатыр? Мамандықты қалай насихаттау керек? Әлде сіз айтып отырсыз Қазақтелеком ірі компания деп. Бірақ менің ойымша қоғамда жалпы экономикада технардың саны аздау. Жетпейді технарлар. Жалпы гуманитарий көп, прокурор, сот көп. Тіпті болмаса құрылыс немесе мұнай-газ саласында жұмыс істейді. Ал энергетика осында кадрлар жетіспейді. Кадр тапшылығы дегеніміз ол әр салада болуы мүмкін ғой, ол нарыққа байланысты да. Бүгінгі таңда технарлар деп жатсыз, және өзіңіз айтып жатқандай, көп адамдар бұл физика, математика бағытын алып жүруге жүрек бармайды. Жүрегі баратындар өзі шешіммен қабылдап, бір инновациялық шешімдерді жасаймыз деген, жаңашылдыққа бел буамыз деген жастар бізде қазір осы соңғы бір 3 жылдарда көбейіп келе жатыр. Көбінде бізде гуманитарияға кетіп қалатында, және сіз айтқандай барлық шетелдерге асығады қазір мамандар. Мен өзім болашақты бітіріп келгем.
болашақпен оқыған кезде біз Германияда оқыдық. Ол жақтарында біз білімін, ол жақтарында өнеркәсіптерін, тәжірибелерін алып келдік, көрдік. Бірақ біздің өзіміздің ішімізде отырған мамандарды біз бағалай білуіміз керек деп ойлаймын. Біздегі мамандар олардан кем емес. Бар мамандар, бірақ сол бұлақ көрсең көзін аш дейді ғой, ол сол сияқты біздегі мамандардың даярлау кезінде, сол білімді адамдарға жол ашу керек сияқты. Қазіргі таңда технарларға мысалы түсу, НТ тапсыру кезінде де, балалар оқуға түсетін кезде шектік балды біз төмен қойдық. Не үшін? Себебі бұл бағыт өте ауыр. Бұны көбіне өзі мамандықты сүйіп таңдаған адамдар көбіне келеді, немесе сіз айтқан сияқты біреу сол саланы таңдаса, көп соған еріп кете беретіндер де адамдар жоқ емес, олар бар. Енді солардың ішінен де біз таңдап жүріп, ішінен жақсы мамандарды шығарып алуға тырысамыз. Себебі ол біздің профессорлық, оқытушылық құрамның ең үлкен жұмысы сол балаларды дайындау ғой. Сонда жастар мына университетке түскенде олар өз қалауы ма, әлде білесіз ғой, кейде бал жеп басқаға жетіспей қалып, сосын мынаған бал төмендеуді соған түсіп қалады. Солай емес пе? 50-50 деп айтайық. Егер де шындыққа тура қарайтын болсақ, мамандықты көбі түсініп келетін балалар бар ғой. Олар өздері сонымен мектеп кезінен дайындалатын балалар бар. Олимпиадаларға қатысады, сол мамандыққа тікелей дайындалатын балалар бар. Бірнеше жыл, 9 класстан бастап дайындалатын балалар бар. Кейбір балалар бар, 3-4 оқу орнын белгілейді, сол мамандық бойынша түсіп кететін балалар да бар. Бірақ түсе келе оқып жүріп, ішінде қызығушылық танытып, сол мамандықты игере жүріп, одан үлкен жетістіктерге жетіп жатқан балалар да бар. Тәжірибе көрсетеді ондайды да. Біз сізмен танысқанда, мына iOS университетте нейрокомпаниясы өз зертханасын ашқан. Сол сіздің ынтымақтығыңыз қалай болды? Және айтып өттік қой, бізде енді университетіміз Алматы энергетика және байланыс университеті болғандықтан, біз 50 жылдық тарихы бар үлкен университетпіз. Бізде көптеген мамандар жұмыс жасайды. Сол мамандардың ішінде бізде энергетика саласының мамандары бар, телекоммуникация саласының, IT саласының, электрондық инженерия саласының, жылу энергетика саласының мамандары. Сол мамандықтардың ішінде біз енді телекоммуникация мамандығы болғандықтан, қазіргі бір бағытты ғана алып жүру бүгінгі таңда кішкене қызық емес болып жатыр. Қазір көп салалар коллаборация дейміз ғой. Сол коллаборация жасау мақсатында біз ізденістер үстіндеміз. Сол ізденіс үстінде біз телекоммуникация саласын қай бағытта дамытсақ болады. Соны қай жағынан, қай қырынан ашсақ болады деген мақсатта біз көптеген кездесулер ұйымдастырдық. Сол кезде біз осы нейрокомпаниясының директоры Ерлан Ибраимовичпен кездесіп, сол кездесу барысында, әңгіме барысында екі жақтығында қызығушылығы бір ортақ шешімге келген сияқты болды да. Сол ортақ шешімнің әсерінен біз осындай үлкен бір зертхана ашуды көздеп, аяғында соған жеттік деуге де болады. Қысқа уақытта жасадың. Қысқа уақытта, бір ұзақ кетсе 3 апта аралық шығар. Себебі ол жәнегі сол директордың өзінің қолдауы, сол кісінің осы заманауи көзқарасының түзулігіне байланысты деп айтайық. Біз енді профессорлық құрам болғаннан кейін біз ғылым жағында балаларды дайындау, студенттерді дайындау жағын қарастырып бастасақ та, ол кісі уже мамандарды дайындау. Қалай өзіне мамандарды дайындап, сол мамандарға қалай көмек көрсету керек жағын қатты ойластырды да, одан кейін ол бір мәселе болды басындағы. Ол мәселені шешіп, ары қарай уже әңгіме барысында біз ғылыми жобаларға жол аштық. Ғылыми жобалармен қазіргі таңда біз нейрокомпаниясымен, сол өзіміздің серіктесімізбен біз қалай дейді, целевое финансированияға уже тапсырмалар беріп жатырмыз. Өте жақсы. Жалпы нейрокомпаниясы ол мына энергетика саласында, мына ЖКХ саласында прибор жасайды, жылу, су, цифрлы есептеуіш құралдар.
есептеуіш құралдар. Соны жасайды. Сонда сізден кафедра соны нетіп отыр ма? Соны зерттеп отыр ма? нейроның ең басты бүгінгі таңдағы осы өнеркәсіпте алатын орны ол цифрлы есептеуіш құралдар, отандық өнімді шығарып жатыр. Сол отандық өнімді қолдау мақсатында бізде басқа компанияларға қарағанда салыстырмалы түрде қарастырдық, бірақ ол компанияның өзінің зауыты бар. Сол зауытта олар өздерінің есептеуіш құралдарын шығарып жатыр. Олардың мамандарымен таныстық, білікті мамандар өте көп. Бізбен бөлісетінде олардың тәжірибелері өте көп екенін біз көрдік. Сондықтан біз тек қана оқушыларды ғана дайындап қоймай, сонымен қатар біздің өзіміздің кафедраның оқытушылары, университеттің оқытушылары сол кәсіпорыннан өздерінің біліктілігін арттыруға болады. Ол да тағы бір жағы бар сондай. Сонда ол негізгі мақсаты қандай? Нейрокомпанияның. Нейрокомпаниясы бүгінгі таңда осы Қазақстанда ғана емес, ол нарықты кеңейту мақсатында басқа мемлекеттермен ынтымақтастықты орнату мақсатында осы студенттерді дайындауды көздеп отыр, себебі оларға маман керек. Маман жеткіліксіз қазіргі таңда. Енді орысша айтқанда инженерный голод дейміз ғой. Сол қазір уже бізге осы заманға келіп тіреліп жатыр. Сол инженерный голодты жабу үшін бізге сол мамандар дайындауға өздері атсалысып жатыр. Сонда олардың зертханасында қандай технология пайдаланып отыр? Қолданады? Енді біз қазір коллаборация жасап жатырмыз ғой. Телекоммуникацияны энергетикамен біріктіріп, сол энергетиканың қандай да бір мәселелерін телекоммуникация тұрғысынан шешіп жатырмыз. Сондықтан біз телекоммуникациялық технологияларды қолдануды ұсындық. Ол жерде жәнегі есептеуіш құралдарды, келіп түсетін мәліметтерді жинау, оны мониторинг жүйесі арқылы бақылау, және оларды тарату арқылы ол мәліметтерді басқа екінші ортаға беру мақсаттарын осы мәселелерді телекоммуникация шешеді. Сол жағынан біз жәнегі смарт грид, заттар интернеті, IoT дейміз қазір, сол жәнегі 5G технологиясы бойынша сол технологияларды ұсынып, студенттерге соларды үйретеміз. Біздің көрермендерге түсінікті болу үшін қарапайым адамға қарапайым тілмен айта аласыз ба? Бұл не? Технологиясы не береді? Халыққа пайдалы ма? Үнемді, ыңғайлы ма? Сіз жәнегі біздегі көпқабатты үйлер ЖКХ дейміз ғой. Сол қызметтердегі, мысалы, айтайық жылу, газ, су, электр энергиясының есептеуіш құралдары барлық үйде бар. Барлық тұтынушылар олар қолданады, біз өзімізде қолданамыз. Енді солардан келіп түсетін мәліметтерді бір ортаға жинап, қаншама шығын кетіп жатыр, кім қанша қолданды, соның барлығын есептеу жүргізу керек. Және ол есептеулерді, мысалы, кейбір адамдар өздерінің қанша тұтынды, мысалы, электр энергиясын алайық, сіз тұтындыңыз, кейбір адамдар соны қарамай төлей салады. Ал олар кейбіреу келіп жазып жатады. Мысалы, сол барлық осы мәліметтердің барлығын цифрландыру мақсатында, соларды заманауи технологияларға сай жасау мақсатында біз осы мамандарды дайындаймыз. Сонда технология арқылы ол нақты ақпарат береді. Ешқандай адам келіп, өтірік ешқандай цифрлар жазылмайды. Тек қана сіз қанша қолдандыңыз, нақты сол. Бұл да үкіметтің қолдауымен жасалып отырған үлкен жоба. Соны осы нейрокомпаниясы қазір жүзеге асырып жатыр. Былай айтқанда, әділетті Қазақстан мынадан да көруге болады, сонда аз төлеген, аз пайдаланған аз төлейді, көп пайдаланған көп төлейді. Біз кезінде енді ешкім білмеді ғой, ойламады 3G болатынын, 4G болатынын, одан кейін 5G-ға ауысатынымызды. Ол ешкімнің даже миына да кіріп шықпады ғой. Сол сияқты қазір біз соған ақырындап келе жатырмыз, барлығын цифрландыру. 5G-ға қайтып келеміз. Осы зертханада қандай жабдықтар бар? Зертханада ең бірінші сол түрлі есептеуіш құралдар, цифрлық. Сол құралдарды бір-бірімен қалай бір үлкен иерархияға келтіру. Сол мәселе қарастырылады. Одан кейін үлкен мониторингті жүйе бар. Сол мониторингтік жүйе арқылы студенттер бүкіл Қазақстанда қай
мысалы алатын болсақ, мысалы Қарағандыны аламыз. Қарағандының қай үйінде қандай есептеуіш құрал орнатылып тұр, содан қандай мәліметтер түсіп жатқанын біздің студенттер көріп отыра алады. Бізде жәнегідей мәліметтер ортасы дейді ғой, база данных. Сол база данных бізде болады, обработканы, өңдеуді барлығын біз жасаймыз. Студенттер соны үйренеді. Сонда онлайн режимінде, иә? Онлайн режимде біз заводпен бірге сол серіктесіміз өзі ұсынған бағдарламалық қамтамасыздандыру бар. Олар бүкіл компьютерлерге орнатылған, 15 студентке дайындалған үлкен аудитория бар. Сол аудиторияны бізге ашып берген зертханалық аудитория. Сонда осы мына зертхананың болашақта дамуына қандай болашағы бар? Әлде ол бірақ қана бір мақсатты орындайды болды? Жоқ, және атап өткендей, сол басында біз студенттерді дайындау деп енді келістік қой. Одан кейін уже сөйлесе келе, біз жәнегі заводқа бардық, өзіміз сол жақты көрдік, олардың мамандарымен сөйлестік те, ол мамандардың ішінде де ғылыми жобамен айналысқысы келетін адамдар бар екен, кәсіпорыннан. Қазір бізде индустрия мен білімнің ортасында жәнегі ғылыми мамандарды дайындауда көзделіп отыр. Ол Қазақстанның өзінің жобасында индустриялық докторларды дайындау. Қазір өте сондай маңызды бір мәселе болып тұр. Біз сол мақсатта оларға да сол ұсынысты ұсынып едік. Жақсы көзқарас танытып, ол кісілермен жәнегі үлкен ғылыми жобалар жасаймыз. Сіз жаңа 3G, 4G, 5G деп айтып отырсыз. Сізге белгілі шығар, қоғамда 1-2 жыл болды, оның алдында да 5G орнатылған алдында біраз қарсы пікірлер айтылды. Тіпті ол зиян, денсаулыққа бір жағынан зиян деді. Екінші жағынан ол үлкен бір глобалистердің күші сол 5G арқылы, сол құрал арқылы пайдаланып, бүкіл адамзаттың денсаулығын құрту, оны басқару ретінде пайдаланады деген. Оған не деп айтасыз? Енді оған соншалықты келіспеймін енді. Ол себебі біз ондай жобаларды әкелетін кезде мемлекетке бізде өзімізде нақты бір стандарттарымыз бар. Сол стандарттарға сәйкес орнатылады барлық базалық станциялар, барлық антенналар. Олар шектен шықпайды, оларды тексеретінде өздерінің мамандары бар. Олар бірнеше тексерістерден өтеді. Адамға зияны келетін болса, оны мемлекет рұқсат беріп қоймайды оған. Себебі біз оны қатаң түрде қарастырамыз. Жәнегі электромагнитная совместимость дейді, оған да тексеріледі. Мысалы, барлық антенналар қанша адам денсаулығына зиян екені барлығы оның есептеледі, қаралады. Ол егер де зиян болатын болса, бізден ештеңе қалмайтын еді. Мысалы, сіз де дәрі ішесіз ғой енді. Дәрі ішкен кезде де біз білеміз ғой, бір дәрінің зияны бар, жоқ екенін. Онда тексерістерден өткізіп барып бізге кіргізеді ғой. Қараң, мысалы, әртүрлі TikTok болсын, YouTube болсын, сол жерде небір роликтер бар. Сонда кәдімгі менің қолымда тұрған iPhone телефоны, соны заряд кезінде сен оны радиация құралмен есептеу прибор арқылы қараса, егер ол тоққа қосылған кезде, оны қолдан негіз ұстауға болмайды. Қазір мен ұстап тұрмын оны. Тоққа қосылған кезде оның зияны, әсері үлкейеді. Сол үшін тоққа қосылған кезде телефонмен сөйлесіп, ол болмайды дейді мысалы. Ол зиян дейді. Өйткені радиоактивный радиацияның басқа жағынан импульсы жоғары. Жоқ, оның шектік қуаты бар ғой, Әсеке. Ол шектік қуаттан біз асырмаймыз ғой. Ол сондықтан құрал жабдық бізге келетін, біз осыны соңғы құрылғы деп атаймыз, оконечное устройство. Бұл соңғы құрылғылардың өзінде де біз кәдімгі өзінің қуаты бар. Базалық станцияның өзінің қуаты бар. Сіз таңғалып отырған шығарсыз, бірақ мен сізге айтайын, өйткені мен әлеуметтік желілерде жиі оқығам. Тіпті Қазақстан емес, анау Ұлыбританияда, Америка құрама штаттарында үлкен бір ұйымдастырған топтар сол 5G вышкаларды бір қопарып, взрывать етіп жүрген. Оны естіген шығарсыз. Өйткені қарсы шықты. Өйткені ол кезде ковид кезінде болды, вакцинациямен бірге неткенде, вакцинацияны кіргізеді, 5G арқылы сонымен нетеді деп, неше түр конспирология теориясы шықты. Мен соны айтып тұрмын ғой.
Жоқ, енді ондай енді о жағына дейін бармайды енді. Оны мен шындық деп айта алмаймын сізге. Сіз технология жағынан қарап тұрсыз, иә? Иә, мен маманмын. Мен өз мамандығымды олай көрсетуге, әр заттың өзінің хейтерлері болады ғой енді. Ол біреуге сол жағы тиімді шығар. Но бірақ орнатып жатқан қаншама жұмыс жасап жатқан мамандар бар ғой. Егер де ол өздерінің эксперттері бар, сол эксперттер сараптама өткізіп, өздерінің егер де сол сараптамада дәлелденген болса, ол бір жағы. Ол болмағаннан кейін кез келген затты түсіре беруге болады. Кез келген затты солай көрсетуге болады жаман жағынан. Мына денсаулық туралы айтып тұрмыз да. Мына әрбір үйде, әрбір пәтерде Wi-Fi бар да. Өз Wi-Fi бар, жұмыстағы Wi-Fi. Тіпті автобуста келе жатсаң, автобустың өзін Wi-Fi кейде қосып береді. Соны орысша айтқанда электронный смог дейді. Сонда біз көп қабатты үйде тұрғанда жүздеген пәтер бар, ондаған пәтер бар дейік, 5 этажды, 9 этажды, 15 этажды үйде. Сонда әрбір пәтерде өз Wi-Fi бар. Сонда тұрып жатқан адамдарға ол зиян емес пе? Wi-Fi ол енді излучение ғой. Излучение болады, әр құрылғыда болады. Сіз даже үйде қолданып, өзіңіздің ас үйіңізде қолданып жатқан толқындық пеште, микроволновой пеште дейді ғой. Сол пешіңізде де бар. Біз толқындық пешті лақтырып жібердік, пайдаланбаймыз. Онда ұялы байланысты да лақтырып жібердіңіз. Ол жерде қатты аса прям адам денсаулығына міне дейтіндей, ондай рентген сәулелері сияқты, ондай не жоқ излучение енді. Сәуледен. Сіз мамансыз, сізден енді келгеннен кейін пайдаланып сұрап отырғаным ғой. Өйткені мен сізге тағы да айтайын, ана интернетте неше түрін көресің. Мына және микротолқын пеш деді ғой, тамақты қыздыратын. Оны өте зиян деп дәлелдеп отыр ғой. Сонда адам миын бір ғой қуырған сияқты болады. Сонда тамақ неткенде оның генетический формуласы өзгереді деп, сонда біз соны тамақты өзгергенде көрсетеді. Мына Америкада көрген шығарсыз, көмір жай семіз емес, өте семіз, мына қолдары, жас жігіттер, қолдары салбырап, сандары осындай. Өйткені олар мына фастфуд деді ғой, полуфабрикат дайыналады, тамақ алады, таңертең сол микротолқын пешке тығады, қыздырады да жейді. Ұзақ уақыт сөйтіп сондай тамақ жегенде оның бүкіл денсаулығы өзгеріп, зиян әсер етеді. Семіз болады, сондай болады. Мен соны айтып тұрғаным ғой. Енді сіз безді деген, бәрі мәселе безден басталып кетті ғой. Енді ол кез келген технология болғаннан кейін, оның өзінің жақсы жақтары, жаман жақтары болады ғой. Бірақ енді жәнегі сіз айтып отырғандай адам өміріне қауіп төндіретіндей ондай зияндық жоқ оларда. Ол егерде мен түсінем, егерде сіз жәнегі орнатылған базовый станцияның қасында, сол жерде сәулелену кезінде қасында тұратын болсаңыз, излучениені алуға болады. Ал егерде біздегі телефондарда енді оны көп қолдануға болмайды дегені рас енді. Ол себебі сіз қалай дейді, бар затты не злоупотреблять дейді ғой, орысша айтқанда. Сол қағиданы ұстансаңыз, егерде өзіңізге қажетті уақытта қолданып, басқа уақытта басқа шаруалармен айналысатын болсаңыз, оның зияны болмас сондай. Жақсы, осы сіз, енді біз нейрокомпанияның зертханасы туралы айттық, бірақ АУС университетте біраз басқа зертханалар бар ғой. Ол қандай компаниялар? Бізде көптеген компаниялар бар. Және біз айтқан жасанды интеллект, автоматты басқару, электроэнергетика, жылу энергетика саласы бойынша бізде көптеген нарықтағы ең мықты деген компаниялар кіріп жатыр ақырындап. Біз өзіміз қазір телекоммуникация саласы бойынша үлкен операторлар, Кейсел, Билайн, сол операторлармен де зертханаларды ашу көзделіп отыр. Енді ең үлкен компаниялар, ірі компанияларды қарастыратын болсақ, ол жәнегі Siemens, Apple, Huawei, бізде де Huawei академиямыз бар өзіміздің үлкен. Университет ішінде? Университеттің ішінде, мамандар даярлайды. Өте мықты мамандар отыр ол жерде. Біз жыл сайын сол Huawei компаниясының өзінің жасайтын бізде олимпиадасы бар, өткізетін. Сол олимпиададан біздің студенттерді дайындайды. Өзіміздің мамандарымыз бар дайындалған.
сол кісілер біздің студенттерді дайындайды. Ол студенттер сол олимпиадаларға қатысады. Биылғы жылы біздің осы менің жетекшілігіммен жасалып отырған кафедрада сол 4-ші курстың студенті бізде Хубэйдан әлемдік олимпиадаға жолдама алды. Сол мамыр кезінде сол олимпиадаға барады. Жалпы әлемдік чемпионаттарға қатысасыздар ма? Әлемдік чемпионаттарға қатысамыз. Қандай орын аласыздар енді? Біз енді осы соңғы 1-2 жыл сол пандемиядан кейін ғой кішкене тоқтады, иә. Қазір енді қайтадан қарқын алып жатырмыз. Сол жәнегі балаларымызды дайындап соларды жіберіп жатырмыз. Енді біз басқа да әлемдік чемпионаттарға дайындаламыз. Бізде Nokia өткізеді әлемдік чемпионат. Соларға қатысамыз. Биылғы жыл енді кішкене үлгермей қалдық. Уақыттың тығыздығына байланысты. Бірақ балаларды дайындаймыз біз. Және сіз айттыңыз, Huawei дедіңіз, Apple басқа, бірақ ол шетелдік компаниялар. Ал отандық өндірушілерден, отандық компаниялар кім, нерден басқа бар ма? Соны айта аласыз ба аттарын? Енді басқа институттар бойынша, басқа мамандықтар бойынша енді мен қатты ол жағын білмеймін. Енді өзімізден сол 2 компания қазіргі таңда сол келісімшартқа отырып жатқан. Ол біріншісі Eltex, ол телекоммуникация саласы бойынша отандық құрал жабдықтармен айналысады. Сол компаниямен. Екінші компания осы Nera. Одан кейін сол және Қазақтелекоммен біздің университеттің... Сіз өз кафедраны айтып тұрсыз? Иә. Мен жалпы өйткені Таврида Электрик деген компания сұхбат алғанда, ол айтты, бізде де АОС-та электроэнергетика саласы бойынша, Таврида. Өзімізде зертханамыз бар, бізде сонда студенттермен жұмыс істейміз деп. Соны естігенім ғой. Иә, сол Таврида бар, одан кейін Алагеон деген компания бар. Өте ірі компания. Қазақстанда қаншама өзінің филиалдары бар. 14 зауыты бар. 14 зауыты бар, иә. Сол Алагеон компаниясы тоже бізге кірген. Сол компаниялар ақырындап кіріп жатыр. Бір жылдары енді бізде сол бір тығырық уақыт болған кезде компаниялар өз жағында кетіп қалды, оқу өз жағында қалып қалды дегендей. Ал енді шетелдің мысал тәжірибелеріне қарайтын болсақ, оларда өнеркәсіппен білім саласы бірге жұмыс жасайды оларда. Себебі өнеркәсіп өзіне қандай мамандар қажет екенін барлығын олар айтып отырады, өздеріне сол мамандарды жәнегі өндіріске шақырады жұмысқа, және тәжірибе дейміз ғой. Диплом алдық тәжірибе бар, өндірістік тәжірибе бар бізде. Біздегі қазіргі нарықтағы компаниялар белсенді атсалысып жатыр осы студенттерді дайындауға. Себебі бізде қазір оқу бағдарламасында тікелей сол кәсіпорындардың біздің студенттерге қоятын талаптар ескеріледі. Сол кісілерден біз міндетті түрде жәнегідей қазақша айтқанда батасын аламыз да. Сол кісілер бізге хаттама жазады. Сол хаттама бойынша біз оқу бағдарламасына жәнегідей жаңартулар енгізіп отырамыз. Демек, диплом алған студенттер оқу бітіргеннен кейін, олар нақты өндірістегі жұмысты біліп отырады. Кейде бұрын айтатын ғой, диплом қолында болса да білімі жоқ деп. Сізде басқалай болып тұр ғой? Жоқ, бізде енді 3-ші курстан бастап өндірістік тәжірибе басталады. Сол кезде студенттер өздері танысады. Өздеріне негізі қоямыз талап, өздері тауып, өз қалаған жерлеріне баруға. Енді таба алмай жатқан балаларға біз көмектесеміз. Біз оларды жібереміз. Бізде сол кәсіпорындармен келісім шарт бар. Сол келісім шарт бойынша біз студенттерді сол кәсіпорындарға бөліп жібереміз, орналастырамыз. Негізі мен өз атымнан айтқым келіп тұр. Мен өзім кітапты «Кто есть кто», Қазақстанда кімнің кім екенін шығарған, сонда әртүрлі сала жайында, құрылыс, мұнай-газ саласында сонда естігенім, Атырау болса Ақтау аралағанда, олар айтады, негізі энергоинститут деді ғой, Алматинский, АОС-тың түлектерін алып кетеміз деп. Өйткені оның сапасы жоғары деп. Өйткені басқа университеттерге ондай айтылған сөз жоқ. Өйткені сынақ болған, сын көп айтылған. Білімдері төмендеу деп. Ал АОС-тың түлектері әрқашанда
сұранысқа ие. Иә, сұранысқа ие. Ол рас. Мен өзім АОС-тің түлегімін. Солай ма? Иә, біз 2006 жылы бітірдік, содан сол АОС-ке өзіміздің үлесімізді қосып келе жатырмыз. Бүгінгі таңда біздің жәнегі басқарушы құрам өзгергенмен, ол кісілердің көз қарастары өте мықты. Сондықтан ол кісілер жәнегі сіз айтып отырған сол мамандарды бұрыннан даярлап келе жатқан профессорлық оқытушылық құрамды сақтап қалуға тырысып жатыр. Не үшін? Себебі ол кісілер сол бұрыннан даярлаған мамандарды қазірді даярлауға дайын. Олардың әл-ауқаты да барлығы жетеді. Күш қуаты да. Енді қалай айтсам болады сізге дұрысынан, ол мамандарды даярлаудан бұрын оқытушылар өздерінің де мамандықтарын жоғарылатып отыру керек. Әрқашанда енді заманауи болу керек, заманға сай, талапқа сай болу керек. Сондықтан біз өзіміздің мұғалімдерімізді әртүрлі тәжірибелерден өткізіп отырамыз. Көбі сол жәнегі болашақ бағдарламасы бойынша жәнегі стажировка дейміз ғой, сол стажировкаға барып келіп жатады шетелге. Өз күштерімен түсіп жатады кейбір мұғалімдер. Себебі олар мұғалімдік саланы таңдаудың өзі үлкен бір іс қой енді. Оны өзінің жүрегінде түгі бар, сол мамандықты қалаған адам ғана келе алады. Ол оқытушы болу, студенттермен жұмыс жасау оңай жұмыс емес. Сондықтан сол жағынан мұғалімдер әрқашанда өздерінің біліктіліктерін арттырып отырады. Сондықтан да бір жағынан АОС-тің сол бұрынғы құрамды сақтап қалуы бұл ең мықты фишкасының бірі деп ойлаймын. Жақсы. Жарайды, сізге көп рахмет. Осындай алтын уақытыңызды бөліп, оқуыңызды тастап келіп, осы сұхбат бергеніңізге сізге көп рахмет. Сіздің университетке сәттілік тілеймін. Студенттеріміз әрқашанда білімді болсын, барған жұмыстары ақшасы көп болсын. Рахмет. Сіздің де дәрежеңіз өсе берсін. Ал құрметті көрермендер, осы сұхбатты тыңдап отырсыздар, қолдаңыз, лайк қойыңыз, бір-біріне таратыңыз. Қазақтың арасында инженер, энергетик, инженер, байланыс саласындағы істейтін адамдар өте қажет. Сол үшін балаларыңды математика, физиканы оқытыңыз, осы университетке жіберіңіз. Әрқашанда біз аман болайық. Сізге көп рахмет. Сізге де шақырту алғаныңызға өте алғысым шексіз. Рахмет. Жұмысыңызға табыс тілейміз. Рахмет.